Алматы облысы Ұйғыр ауданы Бахар ауылы Абдулла Рузбакиев атындағы орта мектебінің 8-ші А сынып оқушылары 25-ші қазан республика күніне арналған челленджді бастады. Қазақстан Республикасының тәуелсіздігі 1991 жылы 16 желтоқсанда қабылданды. 1992 жылы 4 маусымда Қазақстан Республикасының рәміздері бекітілді. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті. 1992 жылы 2 наурызда Қазақстан Біріккен ұлттар ұйымының мүшесі атанды. 1993 жылы 28 қаңтарда Қазақстан Республикасының Конституциясы қабылданды. 1995 жылы Қазақстан Республикасының қазіргі Конституциясы қабылданды. 2006